Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де әлі сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, дәмді болып шығатын нан жасаймыз. Бұл нанның ерекшелігі, сіз үйде қалған қаймақ, сүт және майды қолданып жасай берсеңіз болады. Ол ешқандай да оның дәмін өзгертпейді, қайта өте керемет болып шығады. Осылайша бізге үйдің емес, негізі қаймақ, сүт және қаймақ сүт қажет болады. Оны барлық ингредиенттердің мөлшерін төменгі описанияға жазып қалдырып кетемін. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық шекер қосып араластырамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, бұл нанның ешқандай қиындығы жоқ. Ол печкада дайындалады, өте керемет болып шығады. Және оны араластырып болғаннан кейін алдын ала ертіп алған сары майды, яғни маргаринді осылайша қосуымыз қажет болады. Және осы маргаринді қосқаннан кейін тағы қасықтың көмегімен араластырып, үстінен електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнның мөлшері 600-700 грамм кетуі мүмкін. Ол сіздің қамырды қалай жұмсақ болғанға дейін ұнды қосуыңыз қажет болады, яғни қамыр шыққанға дейін. Менде сол 600-700 грамм кетті осы мөлшерге, бірақ сізде разница болуы мүмкін, сол үшін де 600-700 деп екі арада айтып жатырмын. Және осылайша қамырды илегеннен кейін жұмсақ болып шығуы қажет. Осылайша менде осы сіз кішкентай үлкен істесеңіз, листіңіз әртүрлі болуы мүмкін. Менде осылайша 6 форма болып шықты. Мен алдын ала форманың астын растительный масломен майлап алдым, жабысып қалмау үшін, және осындай форма жасадым. Және форманың шеттерін осылай қолдың көмегімен кіргізіп шықтым, әдемі болып шығу үшін. Және үйде сізде нанның үстінен жасайтын форма, яғни бізде халық арасында айтатын дүкі бар болған жағдайда соның көмегімен қатты етіп формасын шығаруыңыз қажет болады. Сіз қатты ұрмасаңыз, бұл наныңыз бір шет ісіп әдемі болмай қалуы мүмкін. Және осылай ұрып болғаннан кейін оның үстінен жұмыртқамен немесе сүтпен жұмыртқаны араластырып отырып үстінен жақсаңыз, наныңыз өте керемет, әдемі, сары болып шығады. Печкаға салғаннан кейін мен тек қана жұмыртқаны қолдандым, яғни жұмыртқаны үстіне жақтым. Сол кезде бұл өте керемет болып шығады. Және осы жұмыртқаны жаққаннан кейін үстіне үйде бар күнжіттің, қара күнжіт немесе ақ күнжітті қолдансаңыз болады, немесе шекер сепсеңіз де болады. Сізде тәтті болған ұнатсаңыз. Осылайша сеуіп шыққаннан кейін оны печкаға салып 180 градуста бір 10-15 минутта немесе жарты сағатта максимум піседі. Менде печкам тез пісіреді, сол үшін де 10-15 минут деп айтып жатырмын. Сіздердің печкаларыңызға қарай ориентироваться етіп, яғни шеттері қызарғанда, асты қызарған кезде аласыз. Осылайша біздің патырымыз дайын. Егер де ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.